Барлығыңызға сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазақша жұқпа нандарды дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Жұқпаларымыздың арасына салатын салмадан бастаймыз. Ол үшін өкпе, бауыр, бүйрек, осындай заттарды сіздердің үйлеріңізде де жемейтін болса, осылай ет татқыштан өткізіп жіберіп, жақсылап қуырып, пісіріп, осылай жұқпаның арасына салып берсеңіздер, барлығын жеп қоятын болады. Ең алдымен өкпені бір суға қайнатып аламыз, сол кезде ет татқыштан қиналмай өтетін болады. Өкпені бір суға қайнатып болғаннан кейін, осындай видеода көрсетілгендей, барлық заттарымызды ұсақтап турап аламыз. Турап болғаннан кейін барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сізде жасап көріңіз, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Егер сіздер мұндай заттарды жемейтін болсаңыздар, жұқпаларыңыздың арасына кәдімгі фаршты салып жасасаңыздар да болады. Біз барлық керек заттарымызды ет татқыштан өткізіп алдық. Енді майымызды алып, табамызда кішкене қыздырамыз, үстінен ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Пиязы көп болса, өте дәмді болып шығады, сондықтан көбірек пиязды қоса беріңіздер. Міне, пиязымыз әдемі болып қуырылды. Енді үстінен ет татқыштан өткен жаңағы өкпе, бауыр, бүйрек, сол заттарды салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Кішкене қуырылғаннан кейін бойындағы өзінің суы шығып, біздің салмамыз әдемі қалыпқа енетін болады. Үстінен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен кішкене ғана тұз ғана қостым. Енді баяу отқа қойып, қақпағын жауып, өзінің буында біздің салмамызды пісіріп алатын боламыз. Міне, біздің салмамыз осындай дайын болды. Өте дәмді болады. Және де өзінің суы көпте, азда емес, салып дайындай беруге болады. Енді осындай мен арнайы дүкеннен дайын қамырларды сатып алдым, лаваштарды екіге бөліп, арасына салмамды салып, орап шығатын боламын. Егер сіз қаласаңыз, үй жағдайында да лаваштарды қолдан жасап дайындасаңыз болады. Осылай барлығын салмасын молынан салып, орап, ыстық күйінде шайға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, сағынып, арасында жасап жегенге өте дәмді тағам. Сіздер де жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта оңай, әрі тез дайын болатын рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Тек жақсы күндерде жолығайық. Сіздермен бірге болған әдемі баршаңызға ас болсын.